Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің кафеде буын. Оқу мақсаттары: тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту, берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту, сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Өткен сабақты қайталауға арналған сұрақтарға жауап береміз. Дыбыс дегеніміз не? Әріп дегеніміз не? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауысты дыбыстар қалай аталады? Оларды ата. Дауыссыз дыбыстардың қандай түрлері бар? Жарайсыңдар. Өткен сабақты қайталап болсақ, кітаптарымыздағы 23-ші беттегі бірінші жаттығуға назарымызды аударамыз. Суретке қараңдар. Сыныпта біздің кафе бұрышын қалай жасауға болатынын айтып көріңдер. Дескриптор бойынша, сурет бойынша әңгімелейді, сұрақ-жауапқа қатысады. Тыңдалым. Екінші жаттығу: әңгімені тыңда. Әңгіменің мазмұнын баянда. Мәтінмен жұмыс жасап болғаннан кейін дәптермен жұмыс жүргіземіз. Тауық, тары, мысық, сүйек сөздерін буынға бөліп жазады. Берілген сөздерден буын санын анықтайды. Дескриптор мәтінді оқып, оқығаны бойынша өз ойларын ашық айтады. Мәтін мазмұнына қарама-қарсы пікір айтып, дәлелдеулер жасайды. Төртінші жаттығу: буындардан мақал құрап оқыңдар. Көрсетілгендей шашыраңқы буындарды бір-біріне қосып, мақал құрастырып шығамыз. Сабағымыздың соңын бас бармақ әдісі арқылы кері байланыс жүргіземіз. Түсіндім, орташа түсіндім, түсінбедім дегендеріміз дәл осындай белгілерді көрсетеміз. Үй тапсырмасы 25-ші беттегі 3-ші жаттығу. Сау болыңыздар.